Идғам мислайн. Идғам мислайн деген не деген сөз? Идғам кіргізу, мислайн ұқсас деген сөз. Яғни ұқсас әріптерді бір-біріне кіргізу. Егер де бір әріп келсе, мысалы бәл деген л бір әріп келсе, сукунмен аяқталса, сөйтіп тура сондай әріптен келесі сөз басталса, я бәл лә деген сияқты. Не істейміз? Наулыны наулыға кіргіземіз. Бәл лә деп оқымаймыз ғой. Бәл лә деп екеуін бірге оқып кетеміз. Бәл лә деп. Осыны идғам мислайн деп айтады. Мысалы, тама робихат. Робихат дегенде т деген бір әріп келді, сукунды болып келді. Келесі әріпте т. Не істейміз? Тама робихат тижаратухум демейміз ғой. Екеуін қосып оқимыз, е? Тама робихат тижаратухум. Осылайша бір сукунды әріп келсе, келесі әріп тура сондай әріп болса, екеуін қосып жіберуді идғам мислайн дейміз. Егер де сөз тәшдидті болса, әріп тәшдидті болса, ол әрдайым идғам мислайн болады. Мысалы, инна, ламма, долла, робба деген сияқты. Алайда тәшдидті әріпіміз өте маңызды бұл. Құран оқыған кезде нун мен мим әріпі тәшдидті болса, ғұннамен оқимыз. Яғни кішкене ыңылдатамыз. Инна, ламма, ұстаймыз кішкене. Инна, ламма. Ал егер де тәшдидті әріпіміз нун мен мимнен басқа әріптер болса, онда ғұннасыз болады. Яғни ыңылдатпаймыз, ұстамаймыз. Далла робба. Далла робба. Ne yapta ұстаймыз? Инна, ламма. Міне бұны идғам мислайн деп айтады екен. Кітаптан оқып көрейік. Айтады идғам мислайн деп. Идғам мислайн деген не дейді? Аталуы мен махражы бір болған екі харіп бір-біріне жолығып, алдыңғысы сукунды болған уақытта алдыңғысын кейінгісіне кіргізіп оқу. Мысалы, бәллә фәмә робихат тижаратухум. Түсініктеме, тәшдидпен оқылатын харіптердің барлығы идғам мислайн болады. Нун мен мим харіптері тәшдидпен келгенде ғұннамен оқылады. Мысалы, инна, ләммә. Нун мен мимнен басқа харіптер тәшдидпен келгенде ғұннасыз оқылады. Мысалы, далла робба. Бітті.